Біз ақпарат ғасырындамыз деп айтуға дағдыланғанбыз. Бірақ шын мәнінде біз шу ғасырындамыз. Күн сайын миымызға миллиондаған пиксель, мыңдаған дауыс шабуыл жасайды. Біз бәрін көреміз, бірақ еш нәрсені көрмейміз. Біз бәрін естиміз, бірақ ештеңе түсінбейміз. Жақында мен бір қорқынышты зат байқадым. Мен мүлде кітап оқи алмайтын болыппын. Жоқ, әріптерді оқи алмағаным емес, сауатсыздарым кеткенім емес. Бір кітапқа зейін қойып, оны толық оқи алмайтын болыппын. Бірден телефонға қараймын. Біреу хабарласып жатқан жоқ па? Әлемде бір жаңалықтар болып жатқан жоқ па екен? Не болып жатыр деп бір заттан қалып кететін сияқты сезім пайда болыпты. Соны байқай келе, менің миымның архитектурасы өзгергенін байқадым. Және бұл архитектура қирап жатыр. Негізі біздің назарымыз бұл әлемдегі ең қымбат валюта. Енді қазір қарап отырсақ, біз осы өзіміздің ең қымбат валютамызды арзан ойын күлкіге айырбастап жатыр екенбіз. Бірақ ең жаманы бұл емес. Ең жаманы біз қазір өз-өзімізбен қалудан қорқатын болыппыз. Мариана Вулф деген нейробиолог бар. Сол кісі ғылымға скиминг деген ұғымды енгізген. Ал скиминг дегеніміз бұл бір затты оқу емес, бір затқа назар салу емес, бұл аңдып көз жүгіртіп өту. F әрпімен. Адам бір затқа қараған кезде, соған көз жүгіртіп өткен кезде F әрпімен қарайды. Біз осылай жасаған кезде миымыздың терең ойлауға деген, эмпатияға деген бөліктері дұрыс жұмыс жасамайды. Ал дұрыс жұмыс жасамағаннан кейін ол ұйқыға кетеді. Ұйқыға кеткеннен кейін бұл атрофияға айналады. Яғни миымыздың нейрондары өле бастайды. Біздің ата-бабаларымыз осы нейробиологиясыз-ақ осы заттарды толық білген болатын. Біз Абай атамыз бен Шәкәрім аталарымызды мектептің бір программасындағы, бағдарламасындағы ғана кісілер деп ойлаймыз. Енді көпшілігі солай ойлайды. Бірақ олар қазақ даласының алғашқы mindfulness ұстаздары. Абай атамыз 31-ші қара сөзінде білімді сіңірудің сырын айтады. Ол мұны ынта дейді. Бұл қазіргі тілмен айтқанда deep focus. Егер сен кітап оқып отырып телефонға алаңдайтын болсаң, осы Абай атамыз айтқан салғырттық дертіне шалдыққан болып саналасың. Ал Шәкәрім атамыздың тауға кетіп, сол жақта өмір сүруі бұл нағыз digital detox-тың радикал түрі. Базардың шуында ардың даусы естілмейтінін түсінген еді. Қорытындылай келе, бұндай жағдайда қазіргі күні не істеу керек? Мақсат кітапты тез бітіріп тастау емес, соның ішінде болу, яғни процесте болу. Меніңше мына 3 ережені ұстанған дұрыс. Телефон басты дұшпан, оны физикалық түрде басқа бөлмеге тастаңыз. Қарындаш, ең жақын серік, мәтінмен сөйлесіңіз, астын сызыңыз, шетіне ойыңызды жазыңыз. Қайта оқу, бір жерін түсінбедіңіз бе, тоқтаңыз. Тереңіне бойламай, алға жылжымаңыз. Күнде небәрі 30 минут кітап оқу, бұл біздің миымызға деген спа сияқты. 15 минуттан кейін миымыздағы шу басылып, уақыт тоқтап қалғандай болады. Міне, осыны Абай іздеген толық адам күйі деп атаймыз. Толық адам ол көп білетін адам емес, ол терең ойлай алатын адам. Қазіргі жүйе біздің үстіртін болғанымызды қалайды, ал тереңді таңдау бұл біздің жолымыз.